Саламатсыз оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз екі таңбалы сандың әрбір деген санını белгілейтін бір код жазамыз Python'da. Мысалы, бізге деген 42 сан берілсе, 42 сан берілсе, баста 4, ondan кейін де 2 шығатын бір жазуымыз керек, код жазуымыз керек болады. Мен bunu түсіндірместен әлде өзіңіз кішкене бір тырысып көріңіздер. Мысалы, мен 42 деп жазған кезімде, маған баста 4, ondan кейін де 2 шығу керек. Немесе 57 деп жазған кезімде баста 5, ondan кейін де 7 шығу керек. Bunu біз қалай шығарамыз? Өзіңіз баста ойланып көргеніңізді мен сізге ұсынамын. Бірақ жайлап мен сізге деген түсіндіруге бастайын. Қазір деген кішкене көріну үшін үлкейттім. Ең баста біз деген санды қабылдауымыз керек. Санды қабылдау үшін біз кәдімгідей простой бір нәрсені қолданатын едік. Бір деген a дегендей variable қоямыз. Бұл неге тең болады? Біз ең баста немен бастаймыз? Біз бір санды компьютердағы қолданушыдан немесе жазушыдан бір қабылдаумен бастаймыз. Бұл үшін санды қабылдау үшін біз не істейміз? A тең болады int, ondan кейін input болатын еді. Кешіресіз, int input. Бір санды қабылдайды, бұл сан бір жазуды қабылдайды. Оны болса, ondan кейін бізге деген санға ауыстырады intпен бірге. Бұл санды енді ауыстырғаннан кейін біздің деген ететін бір нәрсеміз бар. Мысалы, 42-ні ойлап көріңіз, немесе 57. Қай бір санды да ойлап көрсеңіз, біз 42-ні қалай 4-ті деген сол жерден шығара аламыз. Бұл жерде деген біз мысалы for'ды бір нәрсені қолданмамыз керек. Простой, мысалы, математика есептермен, арифметикалық есептермен шығарамыз. Бұл жерде 4-ті шығарудың бірінші жолы 42-ні біз деген 10-ға бөлген кезімізде 4-пен бөлінеді. Print мысалы 42 бөлінген 10 деп жазайық. 42 бөлінген 10 деп жазайық. Қазір мен жоғарыдағы линияны комментировать етіп тұрамын. Яғни жоғарыдағы линия әлі жұмыс жасамайды. 42 бөлінген 10. Біз бұны қазір деген сақтап, ondan кейін жұмыс жасатқан кезімізде көргеніңіздей 4,2 деп шығады. Бізге бірақ тек қана 4 керек. Дұрыс емес пе? 4 керек болған үшін Python'da бізде деген 2 бөлу белгісін қолданған кезімізде қай санды, бірінші санды, екінші санға бөлген кезінде оны нақты bütün санмен беретін бір деген қысқаша арифметикалық бір оператор болып кетеді. Бұл мысалы 42-ні 10-ға бөлген кезімізде бізге 4 деп береді. Міне көргеніңіздей 4 деп берді. Или мысалы 89-ды деген 10-ға бөлген кезімізде 8,9 шығады, бірақ бізге соның тек қана 8-ін береді. Нүкте 9-ын бермейді. Бұл жерде мысалы сақтап тағы бір жұмыс жасатайық. Көргеніңіздей 8 деп берді. Онда деген біз бірінші санды мына жерге көргеніңіздей жаздырдық. Ал екінші санды қалай жаздырамыз? Екінші санды оқушылар мысалы 89-ды 10-ға бөлген кезімізде 8-мен бөлінеді. 8 көбейтуін 80 болады. 89 тең не болады? 8 көбейту 10 қосу 9 болады. Яғни бұл жерде айтылатын бір нәрсе 9 бұл жерде қалдық. Бізде Python'da қалдықты беретін де бір функция немесе бір белгі бар. Оператор белгісі бар. Бұл белгінің көрсеткіші процентпен көрсетіледі. Int 89 процент белгісі 10 деген кезімізде бізге 9 деп береді. Неге? 89-ды 10-ға бөлген кезімізге бізде деген 9 қалдық қалады. Біз бұны сақтап тағы жұмыс жасатып көрейік. Көргеніңізде бірінші линияда 8, екінші линияда болса 9 шықты. Бізге деген дәл осындай керек еді, бірақ енді біз бұны қолданушыдан деген алуымыз керек. Қолданушыдан алу үшін болса, біз жоғарыдағы линияны ашуымыз керек болады. Комментарияны алып тастаймыз. A тең int input ташылған. Енді төменде бізде екі print бар. Бұл printтерді кішкене өзгерістер жасатуымыз керек. Бірінші өзгерістер біз 89 қолданбаймыз. Енді қолданушыдан келген санды қолдану үшін біз деген 89-ның орнына A-ны қоямыз. Екінші 89-ның орнына тағы деген біз A-ны қоямыз. Екеуінде де біріншіде
birinci belgini ko'rsatuv uchun, ikkinchida bo'lsa, ikkinchi belgini ko'rsatadi. Biz hozir 1-2 test jasab ko'raylik. Birinchi testimiz eng basında biz 42 deb aytgan edik. Bu 42 de birinchi 4, ikkinchi 2 chiqarib berib kerak. Ana yerga tömenga 42 deb yazaylik. Ko'rganingizdek, birinchiga 4, ikkinchida 2 deb chiqdi. Tağ bir et misali, bunu biz jumus jasatib tekst etib ko'raylik. Misali 57 deb. Nemesi 53 deb chiqadi. Birinchisi 5, ikkinchisi 3 deb bizga chiqarib berib kerak. Durust emasmi? Onda degan enterga bassan kezinde birinchisi 5, ikkinchisi 3 deb chiqadi. O'quvchilar negizinde bunday degan so'roqlar degan so'roqlarning boshqa bir variantlari ko'p. Misal 3 belgili sanda, 4 belgili sanda, har bir degan ne sandarda bizga chiqaringiz deganda. Nemesi ol sandar men har turli narsalar etib bo'ladi matematik. Siz degan o'zingiz degan misali chiqaruga tirishib ko'ringiz. Misal 3 belgili sanda bu qalay bo'ladi ekan. Chiqarib biletim olsangiz tömenga yozib nemesi kodni biz ben degan bo'lsangizlar bo'ladi. Kelesi problemada bo'lgan baylansı bo'ladi, biroq men 3 belgili san men kichkina jumus jasaytin bir kod bo'ladi. Kelesi videoda ko'rishguncha